Түйетабан мен шпинат қосылған салангани рецепті. Әзірлеу үшін бізге қажет: салангани қаптамасы, 18 дана өнім, 500 грамм түйетабан сүбесі, 1 бума шпинат, 150 грамм тұзды ірімшік, 2 дана сәбіз, 2 дана пияз, 2 бөлік құрт, лимон, 50 грамм сармай, тұз бен бұрыш дәміне қарай. Салманы әзірлеу үшін біз түйетабан етінен жасалған фаршқа ұсақтап туралған шпинат, ұзынша туралған тұзды ірімшікті, 1 лимон шырынын және қабығын қосамыз. Тұз бен бұрыш себеміз. Барлығын мұқият араластырамыз. Фарштау алдында макарон орамдарын бір-бірінен жай ғана ажыратып, өнімді тығыз толтыруды жалғастырамыз. Нәтижесінде тығыз толтырылған салма өнімнің биіктігін ұлғайтып, ұстап тұрады. Биік таба ыдысқа сармай салып, жартылай дөңгелектеп туралған пияз бен ұзынша туралған сәбізді 2-3 минут қуырамыз. Сонан соң саланганиді тігінен және бір-біріне тығыздап орналастырамыз. Жоғарғы деңгейіне дейін ұқыппен қайнаған су құямыз. Құртты ұсақтап үстіне себеміз, тұздаймыз. Қайнаған сәттен бастап, қақпағын жауып, бәсең отта 15 минут пісіреміз. Саланганиді абайлап, төменгі жағынан демей отырып ыдысқа салыңыз. Тағамды ыстық күйінде рецепт авторының тұздығын қосып ұсыныңыз. Ол қосымша берілген. Ас дәмді болсын.